Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен орындыққа чехол тігіп үйренетін боламыз. Ол үшін бізге бірінші өлшемдерді алып алу қажет. Мен сіздерге сызба түрінде көрсетемін. Мынау орындығымыз. Енді мен осы жерден арқасымен алдын айналдырып бәрін бірге бір өлшеп аламын. Кейбір орындықтар болады. Осылай менікі, например, осындай, осындай мынандай дөңестеу жері болады. Солай болса, сіз ең осы биік жерінен алып, алдымен артын өлшеп аласыз. Менде осылай өлшегенім 113 сантиметр болды. Және мынау сиденьенің ұзындығы менде 45 сантиметр. Ал ені, мынау жері 48 сантиметр. Орындықтың етегі сіз өз қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады. Мен 20 сантиметр алдым етегін. Және айналдыра өлшегенде бізге 160 сантиметр болды. Етек тігу үшін орындықты айналдыра өлшеуіміз керек. Енді сіздерге лекала түрінде сызып көрсетейін. Ол үшін міне менде ені 48, оған 2 сантиметр тігісті қоссам 50 сантиметр кесем. Ұзындығын 160 қылам. Өйткені 113-ке 45-ті қоссам 158 сантиметр, қосамын 2 сантиметр тігіске, сонда 160 болады. Сонда түсінікті болу үшін жазып қояйын. 113 қосу 45, қосу 2 сантиметр жаңағы тігіске. Енді етегі. Мен етекті 20 сантиметр қылып алдым, ал айналдыра столдың айналасы ұзындығы менде 160, оған мен 15-20 сантиметрдей қосып кесем. Өйткені айналдырып тіккен кезде жетпей қалуы мүмкін. Осы екі мата ғана бізге қажет. Мінекей, мен 1,60-да 50 сантиметр етіп матамды қиып алдым. Мен королевский вейлер матасынан тігіп жатырмын. Және мынандай 20-да 2 метрден асты. Менде қалған матам бар екен. Барлық ұзындық бойынша кесіп алдым артық жерін, сосын тігіп отырып кесіп алып тастаймын. Енді мен осы 1,60 бойынан 114 сантиметрді артына кигізетін жерді белгілеп аламын. Осылай. Мінекей 114 сантиметр менде мына жерге келді. Енді осыны мына басын менде мата жетпеген соң жалғап алдым. Мына жерді кішкене осы жерге екеуін беттестіретін боламын. Сөйтіп тігеміз бұны. Міне мен тігіп келдім екі шетін, мына шетін мен мына шетін. Енді мен осы тігістен ішке қарай 2,5 сантиметр сызып алдым. Мына жағынан да дәл солай ішке қарай, тігістен ішке қарай 2,5 сантиметр сызып алдым. Және мына жағынан да дәл солай 2,5 сантиметрден сызып алдым. Мына тура тігістің біткен жерінен бастап былай қарай сызып аламыз. Және осыны қазір тігіп шығатын боламыз. Қалай тігеміз? Астын тігіп жібермейміз, тек сызықтың үстінен ғана мына сызықты бүктеп алдық. Мына жерден 0,1 сантиметрмен тігіп шығамыз. Мына басына дейін. Сосын екінші жағын тоже солай аламыз. Мына жерден бастап алып, мына басына дейін тігеміз. Сонда екі жақтан тіккен кезде бізде мына жерде мынандай бұрыш пайда болады. 5 сантиметр қалған кезде осы жерді де тігеміз. Міне мен тігін машинкаға келдім. Осы жерде мінекей міне іші қойды. Осыдан кішкене ғана өйстіп бүктеп аламыз да 0,1 мен тігіп шығамыз. Астын бірге тігіп жібермейміз, алып отырамыз астын. Міне бұлай, мына жерден примерно 5 сантиметр қалғанға дейін тігеміз. Енді мынау астындағы жағынан тура осылай тігіп шығамыз. Міне где-то 5 сантиметр қалғанға дейін тігеміз де. Енді осы жерді осылай тігетін боламыз, бұрыш жасап. Екінші жағында дәл осылай тігіп шығамыз. Мына жағында. Мінекей тігіп алдым жанын. Енді осының үстінен мына бұрышын ішке қаратып, осының үстінен резинканы тігіп шығамыз. Осы жерге дейін резинканы айналдыра барлық жерінен тігіп шығамыз. Екі жағына да, келесі жағына да дәл солай мына бұрышты ішке қаратып жүреміз де, үстінен резинканы қойып, осылай аяғына дейін тігіп шығатын боламыз. Аны резинканы тартып отырамыз, кішкене, мына жақ жиырылу үшін. Міне мен резинка тігіп алдым, екі жағына да.
осылай и мына жағына да. Енді етегін айналдырып тігетін боламыз. Ода бірінші біз мына бұрышты кішкене, орындығымыздың бұрыштары дөңестеу ғой. Сондықтан кішкене сіз егер нетсеңіз сызып алып, содан кейін барып қисаңыз да болады. Мен екеуін бірдей етіп қиядым. Қиып тастаймыз. Енді осыға етекті айналдырып тігеміз. Мінекей мен әр бұрышына инемен етекті қыстырып алдым, иә. Мына бұрышқа, сосын келесі бұрышқа мына. Осылай қыстырып алдым. Енді осыны айналдырып тігіп шығатын боламын. Және мұндағы артылған матаны мен әлі кеспеймін. Өйткені тігім барысында әлі тартылатын жерлер болады, бұрылыстарда әсіресе. Сондықтан артық матаны мен ең соңында тігіп болған соң кесіп, сосын мына екеуін біріктіріп тігетін боламын. Міне мен айналдырып тігіп келдім. Мына бастаған жерге келдім. Енді мына артық жағын матаның кесіп алып тастаймын. Сіз бұны өлшеп, сызып, бірақ кесіп алыңыз, иә, чтобы түзу шығу үшін. Енді осы екі жерді былай бекітіп тігіп шығатын боламын. Мінекей етегін айналдырып тігіп шықтық. Енді осы жерге резинканы тігіп шығатын боламыз, иә. Также резинканы тіккен кезде мына тігістерді жасырып кетеміз, иә. Осылай үстінен қойып тігіп кетеміз. Мына тура резинканың тұсына келгенде, мына жоғары жаққа тіккен резинканың тұсына келген кезде біз осылай 50 сантиметрлік лента или басқа осындай қалған матадан қиып алсаңыз болады. Осылай мына жерге бірге тігіп кететін боламыз, иә. Қараңыздар, міне. Осылай мына жерге тігеміз. Осының үстінен резинканы айналдырып қойып тігіп шығамыз, иә. Резинканың да екі жағынан да айналдырып тігіп шығатын боламыз. Бұл лента бізде мынау резинка ғой жоғары жағы. Мынау арт жағы көтеріліп кетпес үшін аяғына байлап қою керек, сол үшін керек болады бұл лента. Мінекей етекті тігіп, оған резинка қойып шықтық, иә. Мынау алды және мынау артынан мына екі резинканың тұсынан нені қойып кеттік, лентамызды. Енді етегін қайырып, бахромамызды тігу ғана қалды. Мен қазір етегін қайырып тігіп келем. Міне етегін қайырып тігіп алдым. Енді бахромамызды үстінен қойып тігіп шыға саламыз. Айналдырып, иә. Мінекей үстінен қоям. Енді осыны айналдырып тігіп шығамын. Міне мен аяғына дейін тігіп келдім. Енді осы жерден қиып тастаймын, где-то 5 сантиметрдей өткізіп бахроманы қиямын. Енді кішкене осыны қайырып тігіп жіберемін. Енді осыны төменге қарай да бекітіп қоюым керек. Болды. Осымен чехолымыз дайын. Қазір кигізіп көрсететін боламын. Міне осындай чехолымыз дайын. Сіздер де осылай әдемі чехол тігіп алыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басып, подписка жасап кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Сау болыңыздар.